Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сметаник дайындайтын боламыз. Оған ең алдымен ұн, қопсытқыш және де бөлме температурасына сары майды үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Қолымызбен езіп, ұнтақ болғанша үгітеміз. Осылай болып шығу қажет. Сонда бізде песочный тесто дайын болады. Енді оған жұмыртқамызды қосамыз. Енді қант қосып, жақсылап қамыр қылып илейміз. Бізде осындай қамыр шығады. Енді оның бетін жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Бізде осындай форма, жаңағы қамырды 10-15 минуттай тоңазытқышта ұстап, енді форманың ішіне жаятын боламыз. Кімге қалай ыңғайлы, мен оқтаумен жайып, сосын қолмен тегістеп шықтым. Енді қалған қамырды шеттерін тегістеп жабыстырып шығамын. Енді қаймаққа қант қосып, жақсылап араластырамыз. Оған бөлме температурасындағы жұмыртқаларды қосамыз. Барлығын мөлшерін астында қалдыратын боламын. Жақсылап міндетті түрде араластырамыз, өйткені қантымыз ерімей қалып кетпеу керек. Және де бір ас қасық крахмал қостым. Жаңағы дайындап қойған қамырымыздың ішіне құямыз. Осы кезде пешімізді 200-180 градуста қыздырып қоямыз. Жарты сағатқа беттері қызарғанша салып аламыз. Мінекей, ыстық болды. Енді суығанша формадан алмаймыз. Мінекей, қонақ келгенде қойғанға, жасағанға өте ыңғайлы және де барлығына ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығыңызға ас болсын.